Армысыздар, құрметті ағайын, құрметті оқырмандарым, танымшылдар, құрметті ағайын. Бүгінгі өмірді сансыз әрі цифрсыз елестету мүмкін емес. Соның ішінде араб цифрсыз тіпті де мүмкіндік жоқ. Мен сіздерге сол араб цифрының қалыптасу жолына шолу жасаймын, әрі оның туындауына біздің, яғни түрік мәдениетінің, қазақ мәдениетінің ойлау жүйесі мен құрылымының тікелей қатысы болғандығын дәлелдейтін 9 дәйек келтірмекпін. Бірден айтып кетейін, сан мен цифрды шатастыруға болмайды. Цифрлық технология бар, сандық технология деген жоқ. Кейбір журналистер болсын, азаматтар сандық технология деп айтып жазып жүрген дұрыс емес. Сан шексіз. Міне араб цифрлары мына таңбалардан тұрады. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл таңбалар, бұлар цифрлар. Бұл цифрлар неліктен араб цифры аталған? Себебі орта ғасырда санды осылай таңбалауды исламдық жазбаларда, арабша ғылыми жазындыларда кездескендіктен араб цифры болып аталып кеткен. Бірақ ол арабтар ойлап шығар деген сөз емес. Бұл цифр бірте-бірте қалыптаса келіп, қазіргі нұсқаға, қазіргі түріне келіп, тоқтап қалыптасқан. Мысалы, менің туған күнім 16, екі таңбалы санды осылай белгілейді. Алдына 1, ол бірінші таңба ондық, екінші таңба бірлік, яғни 16 деген деп оқимыз. Сондықтан қазақ сәйкесінше 16 деп осылай жазып және оқиды. Басқа халықтарда өздерінше бірегей осылай жазады да, әркімнің өзінің тіліне сәйкес әртүрлі аталады әрине. Орысша мысалға 16 дейді. Ал енді туған жылы 1961. Бұл 4 таңбалы сан. Цифрды таратып айтсақ бұлай: бірінші тұрған 1 мыңдық қатарда, разряд дейді оны. Екінші цифр 9 жүздік қатарда, үшінші цифр 6 ондық қатарда, соңғы 1 цифры ол бірлік қатарда. Осылай жазылып кете береді. Ал оқығанда 1961 деп оқиды. Біз ондық сандар жүйесінің цифрларымен таныстық, сондықтан цифрдың санында 10-нан аспайтындығын тағы да айтамын. Бұл цифрлардың туындауы ондық санау жүйесі қалыптасқан ортада ғана жүзеге асатын шаруа болатын. Яғни, бұл араб цифры пайда болғанға дейін сандарды бұлайша жазу мүмкін болған жоқ. Сөйтіп, санның технологиясы, сандар туралы зерттеу тоқырап келді. Қалай осы араб цифры осылайша жазу пайда болды, солай математиканың сандар туралы өзіне бөлек тарауы дамып кетті. Оған қоса цифрлық технология да шыға бастады. Енді ислам өркениетіне дейінгі әлемде ондық санау жүйесін кең қолданған халық семиттер де, ежелгі үнділер де, қытайлар да емес, түріктер екені белгілі. Бұны неге айтып отырмын? Ондық санау жүйесі деген не? Әлемде әртүрлі санау жүйесі бар. Ал енді мына арабтың цифрының 10 цифрдың пайда болуына бірден бір себеп ол ондық санау жүйесі. Сондықтан осыған назарларыңызды аударамын. Түріктер ондық жүйені тұрмыстан бастап, мемлекеттік жүйеде де, қорғаныс саласында да, тіпті дүниетанымдық, рухани, мәдени салада өте тығыз пайдаланған. Мысалы, әскери саланың құрылымы ондық, жүздік, мыңдық, түмендік деген құрылымнан тұрады. Ондық деп отырғанымыз 10 адамнан тұратын бөлімше, жүздік деп отырғанымыз 10 ондық бөлімшеден тұрады, мыңдық дегеніміз 10 жүздік бөлімшенің біріккені. Ал түмендік ол 10 мың сарбаздан тұратын, яғни 10 рет мыңдық әскер құрылымын біріктіріп айтқанда түмен деп атайды. Оларды сәйкесінше 10 басы, 100 басы, 1000 басы, түмен басы басқарды. Міне осы әскери құрылымның өзі позицияны суреттеп тұр, байқасаңыз. Көрдіңіз ба? Демек, түріктердегі ондық санау жүйесі тарихтың талай қойнауына кетеді. Ежелгі санақ жүйесі болып табылады. Бұл бірінші дәйек. Сонымен араб цифрының тарихы қашан басталды?
жалпы цифрлар тарихында ең алғашқы ондық санау жүйесінің позициялық жазбасы, яғни қатарласқан цифрлардың таңбалануы, сандардың цифрмен жазылуы Үндістаннан табылып тұр. Бұны жоққа шығара алмаймыз. Тарихта цифрлардың шығуын, яғни араб цифрының шығуын нөл санының цифрының шығуымен байланыстырады. Егер нөл санының цифры шықпаған болса, онда санды цифрлап жазу мүмкін емес болар еді деген сөз. Егер нөлдің цифры болмағанда, таңбасы болмағанда, кез келген санды таңбалау мүмкін емес деп есептеледі. Мысалы, 2024 жыл дегенді нөлсіз жазатын болсақ, 2 кетік, яғни пробел 24 болар еді. Ал бұны 2024 деп оқи алмайсыз. Сондықтан нөл санының таңбасы керек еді. Сөйтіп, нөл санын таңбалау алғаш рет тағы да сол үндістандық Гвалиор аталатын қаладағы қабырғалық жазбада 270 деген санның жазуы 876 жылы табылған. Яғни ең алғашқы адамзаттың көзіне түскен жазу Үндістанда табылып, ол сан 270 деген сан болған. Осы позициялық қазіргі жазумен жазылған. Бірақ енді міне осы сан араб цифрымен жазылған болып шықты, және нөл санының нөл таңбасы да алғаш рет көзге түскен сонда. Бірақ ол кезде ол цифр қазіргідей сопақ эллипс таңба емес, шеңбер болған. Міне мынау сол кездегі үнді цифрлары. Сандарды үнділерше цифрлау әуелі араб елдеріне, содан соң бар батыс Европаға жұғысты болған деп тарихта айтылады. Бірақ шын мәнінде солай ма, әлде басқаша ма? Оны әрине зерттеу керек. Үндіше цифрлау туралы ұлы математик, астроном әрі географ, классикалық алгебраның негіздеуші, негізін қалаушы, негізін салушы Орта Азиялық, яғни біздің жерімізде өмір сүрген Әбу Әбдаллах Мұхаммед ибн Мұса әл-Харазми үнділік санақ жайында деген кітап жазып, ондық жүйелі сандардың позициялық жазбасының бүкіл халифатқа, одан әрі Испанияға дейін таралуына себепші болған. Көрдіңіз ба, егер де бұл әл-Харазми атамыз жазбағанда бұл кітапты, онда ол Европаға, яғни Испанияға бармас еді. Ол жаққа бармаса, онда қазіргі осы сандық теорияның, цифрлық технологияның әрі қарай дамуына негіз болмас еді. Яғни әл-Харазми атамыздың бір ғана еңбегіне бір үлкен мән беруіміз керек. 12 ғасырда бұл кітап латын тіліне аударылып, европалық арифметиканың дамуымен оған үнді араб цифрының енуіне аса маңызды рөл атқарды. Әл-Харазми арабша жазғандықтан, оның жазуының барлығы арабша болғандықтан, ол қолданған цифр да араб цифры болып аталып кеткен. Европалықтар оны араб цифр деп атайды, себебі жазуының барлығы арабша болғандықтан. Қазіргі сүйретпе араб жазуының арасында цифр болған. Оны араб жазуы деген. Мұсылманның суннит мазхабын тұтынған бұл кісінің тегі түрік деген дерек бар. Сонымен нөлдің цифры Үндістанда табылғанмен, жазу арабша болғасын, цифр да арабша аталды дей тұралық. Цифр тарихы үндіден басталады. Яғни қазіргі цифр тарихын алатын болсақ, сол Үндістанға сілтейді. Цифрдың басы сол жақта деп есептеледі. Шындығында солай ма? Үнділердегі нөл санының таңбасы қандай болды деген сұрақты қойып басқа тұрымызға әбден болады. Оның да үнділер оны кімнен алды дегенде сұрақ қойып, оған жауап іздеуімізге кез келген зерттеушінің, ізденушінің, ғалымның құқы бар ағайын. Сонымен үнділердегі нөл санның таңбасы қандай болды? Ол кәдімгі кішкентай шеңбер, немесе шеңберше.
түрінде болған. Бұл нөлдің цифры үнділерде шуния деп аталған. Көрдіңіз бе? Кішкентай шеңбер болып жазылған, бірақ соны шуния деп атаған. Нөл санының қазақ танымындағы тарихын іздестіре отырып, осы үнді сөзіне мән бердік. Шуния сөзінің соңғы жалғауын, жұрнағын алып тастайтын болсақ, түбір сөзге тап боламыз. Шум. Бұл сөзді айтқанда қазақтың шұңғыл, шұңқыр сөздерінің түбірі еске сарт ете түседі. Яғни шұң деген сөз есімізге түседі. Тіпті қазақша шеңбер сөзінің басқы буыны шең сөзіне де жақын болып шығады. Шең деген сөз шұң деген сөздің жіңішке айтылуы былай қарағанда. Біреуі жуан, енді бірі жіңішке. Екеуінде де кейін қосылған ғыл, қыр және бер деген жұрнақ немесе мән жойған сөздер бар. Солар тіркелген. Бұлардың тіркелгеніне әрі кетсе бір 5-6 ғасыр болуы мүмкін. Оның ар жағында біздің ата-бабамыз да оны шұң, шең деп атап келген болуы әбден мүмкін. Көрдіңіз бе? Сөйтіп, шун, шұң сөздері айтылу жағынан бір-біріне мейлінше жуық болып тұр. Оны жоққа шығара алмаймыз. Сырттай болса да, үнді сөзіне жалғанған я немесе ұя қосымшаларда бір-біріне сондай жақын. Үндінің сөзінің қосымшасы не білдіретіні бізге беймәлім. Ал қазақ сөзіне ұя қосымшасын қоссақ, шұң ұя түріндегі әлдебір құстың шұңғыл ұясын білдіретіндей ежелгі сөздің пошымы формант шығады. Шамасы қазақтың шұңғыл немесе шұңқыр сөздері ежелгі дәуірде шұң нұсқасында болуы әбден мүмкін деп біз қалпына келтіре аламыз. Үндінің шуния сөзі нөлдің цифры ретінде әлгі шұңғыл ұяның контурын, яғни ернеуін байқатып тұр. Көрдіңіз бе? Сонымен сайып келгенде шуния, шұң ұя сөздері айтылуы жағынан да, сыртқы семантикасы жағынан да, яғни мағынасы жағынан да бір-біріне жуық. Бұл сырттай ұқсастық болғанмен екінші дәйек деп есептейміз. Енді біздің пайымыз бойынша нөл санының бастапқы шеңбер таңбасы қағазға жазуға түспей тұрғанда әлде бір шұңғыл ұяшықтың заттай пошымы мен мағынасын білдірген болуы керек деп біз болжаймыз. Ғылымда оны гипотеза деп атайды. Біздің ол ұядан аумайтын, алты таспен ойнайтын африкалық калах деген ойынның тақтасындағы ұяшықтары секілді бір заттың бейнесі болдау деп болжап, осы ойынның тақтасын көз алдымызға келтіре аламыз. Яғни, әлгі шұң ұя, шуния немесе шеңбер түріндегі нөлдің цифры қағазға түспес бұрын әуелі заттай түріндегі пошым болған. Көрдіңіз бе? Содан кейін ол қолданысқа келе, қалыптаса келе барып жазуға қағазға түскен деп есептейміз. Мына шеңбер шұңғыл ұяшықтарына назар аударыңыз. Міне осы шұңғыл ұяшықтың контуры, яғни жиегі, ернеуі қағазға нөл санының цифры болып түскен. Бұл ойынды, жаңа калах деп аталған ойынды 19 ғасырда америкалық Уильям Чемпион деген геолог Африканың оңтүстігіндегі Калахари шөліндегі мекеннің тұрғындарынан тауып алады. Бұл ойындағы тастар саны 6 демесек, біздің 9 аттан, қазір 9 қырғыздар 9 көргөл деп аталып жүрген ойыннан аумайды. Тек ойын тастарының санында ғана айырма. Бұның да екі ойыншыға тиесілі 2 сопақ ұяшығы тағы бар. Бұнда мына 2 ұяшық сопақ болып келеді. Ал бізде керісінше, мына шеңбер ұяшықтар сопақ болады да, ал қазан деп аталатын мына 2 ұя ол керісінше шеңбер түрінде болып келеді. Бізде керісінше. Сонымен жалпы санның таңбасы, яғни цифры шықпас бұрын, ол сандар әлдебір санау құралының бейнесінен алынған деген жорамалымызды, яғни гипотезамызды айтамыз. Яғни сандар қағазға
цифр болып түспес бұрын олар әуелі әлде бір санау құралының келбетінен, бейнесінен алынған деп есептейміз. Бірден бір ойлап шығарып, шеңбер салып, міне нөлдің цифры осындай болсын деп айтқан емес деп есептейміз. Яғни оған дейін алғышарт болған. Міне сонау Африкадан Евразия құрлығына дейін таралған түрлі нұсқалар бар. Осы манкала деп аталады, жаңағы осы ойындардың барлығын жинастырғанда. Манкала тектес ойындардың ең ежелгі математикалық калькулятор, яғни есептеуіштер болған дегенді алға тартып отырмыз. Яғни қазіргі біздің тоғызат ойыны әу баста ойын емес, калькулятор болған, қазірше есептеуіш құрал болған деп алға тартамыз. Бұл есептеуіш құралдар кейіннен, басында ол есептеуіш құрал болған, кейіннен осы құралдан ойын шығарған деген болжамды айтып отырмыз. Міне тап осы ойын тақтасының ұяшықтарының контуры жаңағы шеңберді көрсетіп тұр. Және ұяшықтар кәдімгі шұңғыл ұялар екені де көзге оттай басылады. Енді біздің тоғызат ойынының ұяшықтарын қарасаңыз, қазіргі нөлдің цифры секілді сопақ болып келеді, көрдіңіз ба? Ал ортасындағы қазан тектес ұяның немесе төртбұрышты, немесе дөңгелек болып келеді. Көбіне шеңбер түрінде ернеуі шеңбер болып келеді, дөңгелек болып келеді. Менің айтқым келіп отырғаны, ежелгі математиктардың қолында қағаз бен қаламнан гөрі ең әуелі осындай есептеуіш құралдар болған. Міне осылардың пішіндері мен пошымдарынан барып бүгінгі таңбалар мен символдар пайда болған. Яғни олар әуелі әлгі құралмен есептеп алып, сосын соны қағазға түсірген. Бұл есептеуіш тақтаның әрбір ұяшығы санның бір разрядын, яғни қатарын, ұясын білдіреді десек, әр ұядағы тастардың саны сол разрядтағы санның цифрын білдірген. Заттай цифрын білдірген. Ал ешбір тасы жоқ ұяшық, яғни разряд, қазіргі математика терминімен айтатын болсақ, нөлдің цифрын, яғни шеңбершені білдіреді, немесе эллипсті білдіреді. Міне жазу кезінде осылайша нөлдің таңбасы болып шеңберше жазылатын болған. Ол барып Үндістаннан бір шығады. Сонымен цифрдың, соның ішінде нөлдің таңбасы ойдан емес, әлде бір есептеуіш сайманнан алынғанына ден қоямыз ағайын. Ол сайман манкала тектес ойындардың тақтасы. Дәлірек айтсақ, біздің жағдайда қазақтың тоғызат ойынының тақтасы. Бұл үшінші дәйек. Нөл санының цифры эллипс түріндегі сопақ немесе шеңбер түріндегі бейнесі, ол біздің тоғызат ойынының ұяшығының ернеуінің бейнесі. Бүгінгі араб цифрындағы нөл санының таңбасы шын мәнінде шеңбер емес, эллипске ұқсайтын сопақ шеңбер. Міне мынадай. Ал араб жазуындағы нөлдің цифры нүктені білдіретіні таң қаларлық нәрсе. Сонда қалай болғаны? Неге нөл цифры шеңберше күйінде қалмаған? Сонда қазіргі сопақ нөл цифры қайдан шыққан, қалай қалыптасқан деген сұрақ туады. Яғни міне араб цифрындағы 10 цифрдың таңбасын көрсетіп отырмыз сізге, онда нөл нүкте түрінде тұр. Ал қазіргі сопақша келген шеңберше ол кейін пайда болып тұр. Демек, математик бабаларымыз шұңғыл ұяшықтың екі түрінде қолданған болу керек. Шеңбер ұя да, сопақ ұя да қолданыста болған. Сөйтіп, араб цифрындағы нөлдің қалыптасу кезінде және оны кеңінен қолданысқа салуда сопақ ұя қолайлы болған. Ал енді сіздердің назарларыңызға біздің тоғызаттың ұяшықтары ежелгі тастарда дөңгелек екі орда немесе қазан деп аталады қазір. Осы екеуінен басқасы тек қана сопақ шұңғыл ұяшықтар түрінде ойылған. Бұл сопақ ұяшықтар тасқа қашалғалы шамамен 4000 жыл бойы келе жатыр деп есептеледі. Бұның барлығы Қазақстан жерінен табылған тастағы тоғызат ойынның тақталары. Барлығында да негізгі ұяшықтар 9-9-дан 18 ұяшықтың барлығы қазіргі сопақ шеңберше
нөлдің цифрын көрсетіп тұр. Енді 19 ғасырда фотоға түскен ағаш тақтада да сопақ ұяшықтар ешқашан үзілмей келгендігі әлі күнге сол пошым қолданыста екендігі қайран қалдырады. Қорыта айтқанда, қазіргі нөл цифрының туындауына екі бірдей негіз болған деп топшылаймыз. Оның бірі цифрдың мазмұндық сипаты, яғни ұя, екіншісі сыртқы тұрпаты, ұяның сопақша пішіні. Бұның бәрі де ежелгі үндіше шуния, қазақша шоң ұя немесе шоңғыл ұя сөздерін қолданып түсіндіруге, айтуға әбден болады. Жоғарыдағы артефакттар мен деректерге сүйене отырып, бүгінгі нөл цифрының анасы тоғызат ойынның тақтасы деген өзіміздің жорамалымызды жариялаймыз. Яғни нөл санның цифры тоғызат тақтасынан шыққан. Бұл енді төртінші дәйек. Арабша нөл цифрының атауы қазақша төрікше не береді деген сауалға келейік. Енді нөл цифрының арабша атауына келейік. Арабша нөл цифры сыфыр деп аталады. Осман империясын ұстаған түріктерде әлі күнге дейін солай атайды. Арабша сыфыр сөзінен қазақша кәдімгі сыпыр сөзі естіліп тұрған жоққа шығара алмаймыз. Шынында да сопақ отаудағы ойын тастарды сан ретінде қарастыра отырып, оларды нөлге айналдырудың бір жолы ұяшықтағы тастарды, құмалақтарды аластау, сыпыру, тазарту болып табылады. Егер де біз ұяшықтарды тазартып қарайтын болсақ, онда өңкей нөл цифрларын көреміз. Егер де тоғызат тақтасындағы ұяшықтарды сыпырып тазартсақ, кәдімгі нөл цифрының контурын аламыз, жаңағы жиектерін, ернеуін ұяшықтардың. Сөйтіп арабтың сыпыр сөзінің арғы жағында нөлді алу үшін ұяны сыпыр деген төрік сөзі тұрғаны өзінен өзі шығады. Бұл 5-ші лингвистикалық дәйек. Төріктерде нөл ұғымы болған ба? Қызық үшін нөл деген ұғым төріктерде болды ма деген сұраққа жауап іздейік. Иә, болған. Белгілі төріктанушы, бітіктанушы, яғни төрік рунасының этногенезін зерттеген ғалым, профессор Қаржаубай Сартқожаұлының ерте орта ғасырдағы байырғы түркілердің әлем өркениетіндегі үлесі деген баяндамасында былай деп жария еткені бар. Текст сөзі жеке тұрғанда әрине бірнеше мағына береді. Күлтегін, білге қаған мәтіндерінде текст сөзі нөл деген мағына береді. Нөл деген сан затқа айналғанда бар, бірақ та көзге көрінбейді. Немесе бос кеңістік деген ауыспалы мағына береді дейді. Демек, біздің ата бабаларымызда нөл ұғымы болған, оны тек деп атағанбыз. Осыдан келіп, шығу тегі, тегін деген ұғымдар, титулдар туады. Айналып келгенде тег сөзі ұя ұғымымен бірігіп тұр. Шыққан тегің не деген сұрақ, шыққан ұяң не дегенмен пара-пар сөзге, яғни адам ұяда, құрсақта, жоқтан бар болады деген пәлсапаны сыйғызып тұр ағайын. Міне осылайша біз цифрдың тегі, төрік ортасы дегенді ұялмай жария ете аламыз. Ал енді бұл 6-шы дәйек. Тоғызат тақтасы есептеуіш сайман болған ба? Деген қисынды сауал туындайды. Әлемде абақ атауымен белгілі санауыш тақта кең таралған. Бұл сонау ежелгі Грекияда, Римде, сосын 18 ғасырда Батыс Европада арифметикалық есептер шығаруға жараған сайман. Алайда, мұндай санауыштар Азияда да белгілі. Қытайда ол суанпан, Жапонияда соробан, ал енді Евразиядағы Ресейде счет деп аталған. Біздің пайымызда осы санауыштардың пайда болуына манкала тектес ойындар, нақтырақ айтқанда ондық санақ жүйесіне мейлінше жуық тоғызат тақтасы алғышар жасаған. Тақтаның қарапайым түрі абақ санауыш болу керек. Ол ежелгі сайман және абақ сөзінің өзі түрік тілінің туындысы деген ойды сенімді айтқымыз келеді. Себебі абақ аттас қылмыскер адамды қамау камерасы да абақты аталады. Және абақ сөзімен түріктің рулары да аталған. Тіпті таңбалары да солай аталады.
Демек, абақ сөзі осы төрік ортасының туындысы деген сөз. Бертін келе, есептеуіш абақ бетіндегі құмалақтар, яғни тастар, жіпке, сымға тізіліп, сайманды жетілдіру қолға алынған, және ол жібек жолы секілді жаһандық әлемдік сауданың күре жолы арқылы бүкіл дүние жүзіне таралған. Орыс шоты аталатын ағашқа тізілген сымдарға ағаш түймелерімен есептелетін сайманның әу баста ежелгі далалық шығу тегі болған деген қорытындыға келеміз. Бұған қарап, біз жоғарыда қалпына келтірген тоғызат ойынның тақтасы елестейді. Тек бұл жолы құмалақтар сымға 10-10-нан тізіліп жетілдірілген. Төріктердің тоғызат ойыны бүгінгі цифрлық технологияның негізі болып табылатын ондық санақ жүйесіндегі сандардың позицияланған жазба алгоритмін жүздеген ғасыр бұрын қарапайым ойын түрінде қолданғандығы қайран қаларлық оқиға. Ең бастысы, әр отаудың бүгінгі электрондық цифрлық индикатор рөлін атқарып келгендігінде, құрметті әріптестер. Тоғызат ойын тақтасының ежелгі санауыш болғандағы нұсқасын елестету оп-оңай. 9 ұяшыққа ойындағыдай 9 тас емес, 10 тастан салсақ болды, кәдімгі орыстың ағаш шоты болады да шығады. Және де тақтадағы 0 цифрының қызметін сопақша шұңғыл ұя атқарады. Тоғызат тақтасы есептеуіш сайман ретінде 7-ші дәйек. Енді бүгінгі сандардың позицияланған цифрлық жазбасы, яғни цифрларды қатарластыра тізіп таңбалау қалай пайда болды екен деген сауалға жауап іздейік. Бұл құбылыс тағы да сол тоғызат тектес ойынның алгоритмінен шығады. Айталық, сан отауы біреу болса, онда бір отау мен бір орда қатысатын 2 таңбалы санды цифрлауға болады. Бұл 1-ден 99-ға дейінгі сандарды 2 цифрмен жазу мүмкіндігін береді деген сөз. Шұңғыл ұялардағы цифр жұмыртқаларды ауыстыру мен үлестіру комбинациялары арқылы 1-ден 99-ға дейінгі 2 таңбалы сандардың кез келгенін тақтамен зат түрінде жазып шығуға болады. Мысалы, мінекей, 0-1, сосын мынау 0-2. Ал енді мынау 10-ды көрсетіп тұр. Ежелгі сандарды жазу қағазға түспей тұрғанда осылай заттай жазылды деуге әбден пайымдауға болады. Ал 3 таңбалы сандарды жазуға тағы бір отау қажет. Осылайша таңба саны өскен сайын бір ұяшық қосылады да отырады. Көріп отырғанымыздай, ежелгі бірлік сандардың цифрын әр ұядағы жұмыртқалар санымен беру орын алған. Жұмыртқа деп біз тастарды айтып отырмыз. Ал 0 саны тазартылған ұя ғана таңбалаған. Міне осыдан барып 0-дің сыртқы тұрпаты сопақша келген эллипс түріндегі ұяның контурын сіңірген болып шығады, құрметті танымшыл ағайын. 0 цифрын осылайша ойлап шығарған төріктер екеніне көз жеткіздік. Бұл төріктердің математика ғылымындағы таңғажайып жаңалығы. Бұны енді 8-ші дәйек деп есептеу керек. Тоғызат тақтасы цифрдың заттай көрінісі ме? Қалай болғанда да, цифр ойда жоқта пайда болмайды, оған алғышарт қалыптасуы керек. Біздің ойымызша, цифрдың алдында оның рөлін атқарған заттай саймандар болған деп топшыладық. Тоғызат ойыны ондық сандық жүйенің пайда болуын ғана емес, оның позициялық түрдегі цифрлану жолында бізге айқындап береді. Оған тоғызат тақтасының қызметі мен құрылымын қарастыру барысында көз жеткіземіз. Ол үшін ойын тақтасын қақ бөліп бір жағын қарастырамыз. Тақтадағы әрбір отау 9 санының ұясы екені көрініп тұр. Ал оған тиесілі басты бірлік орда, қазір оны қазан деп атаймыз, осы ұяда жатыр. Сөйтіп, тоғызат тақтасының 9 отауын разряд ретінде қарастыратын болсақ, бір цифры салынған орда
1 миллиардтық разрядты көрсетеді. Осылайша біз 1 миллиард деген санды затпен, яғни тақтамен, міне осылайша жазуымызға әбден болады. Сонда оң жақ шеткі отау бірлік разрядты, солға қарай екінші отау ондық, үшінші отау жүздік, төртінші отау мыңдық, бесінші отау 10 мыңдық, алтыншы отау 100 мыңдық, жетінші отау миллиондық, сегізінші отау 10 миллиондық, тоғызыншы отау 100 миллиондық, 10-шы бір цифры жазылып жатқан орда немесе қазан миллиардтық разрядты көрсетеді. Сонда біздің тоғызат ойынның тақтасы миллиардтық сандар разрядын есептейтін ежелгі санауыш калькулятор болған. Есептеу үдерісі отаулар ішіндегі тастарды жылжыту, көшіру арқылы жүзеге асады. Осылайша тоғызат санауыш тақтасы ата-бабамыздың цифрдан кейінгі математикадағы екінші ұлы технологиясы деуге болады. Біздің пайымдауымызша, адамзатта белгілі түрлі санауыштардың арғы тегі тоғызат тақтасы дегіміз келеді. Тоғызат тақтасында одан да басқа кілтипан бар. Орда немесе қазан отаулардан бір бас жоғары мәртебелі орын. Істі басқарушы орын, яғни қазіргіше айтқанда ол штаб. Екі таңбалы сандарды жазғанда он басы ретінде бір цифры алға, сол жақта жазылып, бірлікті жазатын басқа цифрлардың жиыны әуелгі кезде ордада жинақталған, сөйтіп бірмен шеңберді қатар жазу, яғни сопақша ұяны қатар жазу 10 деген санды білдіреді. Әдеттегі 10 санның бұлайша жазылуы ежелгі түркілеуші 10 басы плюс 9 сарбаз деген жазуды білдірген деп есептейміз. Сөйтіп, тіпті бір цифрының өзі қолын алға қарай созған сардардың басшының таңбасы екенін көрсетіп тұр. Яғни бір цифрының өзі төрттік танымнан шығып тұр, құрметті ағайын. Бұл төрттердің сандарды позициялап жазу үлгісінің болғандығын білдіретін алгоритм. Міне осы алгоритм 9-шы дәйек. Міне, құрметті ағайындар, өздерің назарларыңызға тағы бір қазақтың төріктің құндылығының әлемдік адамзаттық құндылыққа бастау болғандығын дәлелдеп дәйек келтірдік. Ол дәйектің саны 9. Қабылдаңыздар, сүйініңіздер, бір-біріңізден сүйінші сұраңыздар.